Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Kerimul Vehhab. Vahabana ni'metel iman vel islam vel emne fil avtan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدنان المرسل إلى الثقلين الإنس والجن وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Аллаға мақтау, пайғамбарымызға салауаттар болсын. Алла субхану ва тағала бүгінгі қасиетті жұма күні жасаған құлшылықтарымызды, дұға тілектерімізді Алла өзі қабыл етіп, мешітке басып келген әрбір қадамымызға сауаптар жазсын. Қиямет күні жүздерімізді жарық қылып таразын оң жағынан еткен болсын. Бүгінгі жұманың тақырыбы отанның қадірін білмеген өз қадіріне жетпейді деген тақырыпта болмақ. Енді жалпы отан дегеніміз не ол? Отан дегеніміз ол адамның туып өскен жері. Және сонда тіршілік етіп осы жер үшін, елі үшін жанын беретін мекен ол. Енді отан дегеніміз өзіміздің туып өскен жеріміз болса, олындағы туған туыстарымыз, ата-анамыз, бала-шағамыз бәрі қамтылады. Енді өз алдында шекарасы бар, ер, басқалар патшасы, салт дәстүрі, діні, тарихы бар мемлекет, ол отан деп аталады. Ондағы адамдардың өзара ымырамен, ауызбіршілікпен өмір сүрген адамдарды бір-біріне отандас деп атайды. Демек, адам баласының енді отандасып ғұмыр кешуін сонау Адам алейхиссаламнан бастап алады десек қателеспейміз. Енді біз баршамызға белгілі, мынау жер бетінде адамнан бұрын жындар мекендеген. Ібліс жынның ұрпағы. Баршамызға белгілі. Енді ібліс осы жер бетінде құлшылық қылғаны соншалық, оның дәрежесіне осы жер бетіндегі ешқандай жындар жете алмаған екен. Сондықтан да іблісті періштелер көкке көтеріп кеткен дейді. Бірақ сол жүрегінде бір дерті бар еді. Сол дертті шығару үшін Алла бір сынақ жіберді. Ол топырақтан Адам алейхиссаламды жарату. Адам алейхиссалам топырақтан жаратып, оған рухын үрлеген кезде бүкіл барша періштелерге Адамға сәжде етіңдер деді. Барлығы сәжде етті. Бірақ ібліс таңдайсыды, тәкаппарланды. Алланың әміріне қарсы келіп, сәлем сәждесін орындамады. Міне бірінші жүректегі тәкаппарлық дертін былай шығарды. Сонда Алла оған мүмкіндік берді тәубе етуіне. Бірақ ол әдепсіздік танытты. Керісінше не деді? Сен адамды балшықтан жараттың, мені оттан жараттың, мен одан абзалмын деді. Оған Алла тағы бір мүмкіндік берді. Ол қияметке дейін мұр саусырады. Алла оған сол мүмкіндікті берді. Ол тәубесіне келер деді, бірақ жоқ, қасарысты. Не деді? Мені адам себепті адастырдың ғой, өзімен бірге адамды тозақ қалып кетемін деді. Сонда Алла Тағала Адам алейхиссаламды Хауа анамызбен жәннат бағына кіргізіп, қалағанынша жеңдер, мына ағашқа жоламаңдар, әрі ескертті. Шайтан сендерді азғырып бұл жерден шығарып жібермесін деді. Ескертіп қойды. Бірақ шайтанның азғыруына түсіп, жеме деген ағаштан жеді. Сонымен Алла Тағала адамды ібліспен қоса жерге түсірді де ескерту жасады. Инна шайтан адуу лакум фаттахизуху адуан. Расында шайтан сендерге дұшпан, сондықтан да оны дұшпан тұтыңдар деді. Міне сонау адам жерге түсті, ұрпағымен көбейді. Бізге негізгі дұшпан ол шайтан. Адамның бір-біріне айдап салуы, бір-біріне дұшпандық өшпендікті ояту ол іблістен. Демек,
Отандасып өмір сүру ол адамның ұрпақтарынан басталып келе жатыр. Міне адамның ұрпақтары көбейіп, халыққа айналып, одан кейін ұлтқа, ұлысқа айналып өмір тіршілік ете бастады. Сонау Адам алейхиссалам біздің дәуірге дейін өмір сүріп кеткен әрбір ұлттың өзіне тән дәстүрі болды, өзіне тән діні болды. Міне солар осы жерін, өмір сүрген мекенін отаным деп өмір сүріп келді. Біздің ата-бабаларымыз да мысалы отанға деген сүйіспеншілігін, мысалы отанға деген махаббатын, ол елім-ай деп мысалы жырлап өтті. Отан үшін отқа түс күймейсің, отан оттан да ыстық деп отанға деген сағынышын осылай білдірді. Міне сондықтан да мынау осы Адам алейхиссаламның ұрпақтары өзіне тән жаңағы дәстүрі ұлтқа бөлді. Алла Тағала Құранда айтып қойды: «Я юханнасу инна халақнакум мин закарин ва унса ва жаалнакум шуубан ва қабаила литаарафу инна акрамакум индаллахи атқакум». О адамдар, сендерді о баста біз бір ер әйелден жараттық, және сендерді бір-бірлеріңді тануларың үшін ұлттарға, руларға бөлдік. Расында сендердің ең ардақтыларың ол Алладан шынайы қорыққандарың деді. Міне осы аятқа назар салсақ, Алла Тағала осы адамдарды бір-бірін таныту үшін, яғни өзара қоғам, өзара отан құрып өмір сүруді меңзеген де міне. Сондықтан мынау бұл отандасу өмір сүру осы Адам алейхиссаламнан келе жатқан не екен? Бір қоғам болып өмір сүріп, бір отандасып өмір сүріп, ол Адам алейхиссаламнан бастау алып келіп жатқан екен. Міне отанды сүю иманнан деген қанатты сөз бар. Бұның негізгі түбі асыл дінімізге барып тіреледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеде дүниеге келді. Сонда өсті, өнді. Кейін пайғамбарлық келген кезде халқы оған қарсы шықты. Сонда осы пайғамбарлық келген ең алғашқы Хадиша анамыз көкесі енді Уарақа бин Науфал қалып барған ғой. Сонда осы уақиғаны жеткізген кезде расында сен соңғы үмметтің пайғамбары екенсің. Саған халқың қарсы шығып, осы туған жеріңді қуып салады екен. Қуып салады, шығарады. Сонда пайғамбарымыз таң қалған ғой. Мені осы туған жерімнен олар қуып жібере ме дейді. Қарап, отанға деген махаббатын осы жерден бастап айтып жатыр да. Яғни мені осы жерден қуып жібере ме дейді. Қуып салады. Пайғамбарымыз Меккеден Мединеге хижрет етті. Сонда хижрет етіп жатқан кезде Мекке қаласына қарап, сен жер бетіндегі Аллаға ең сүйікті мекенсің. Мен үшін сенен артық жер жоқ. Егер де сенің тұрғындарың мені бұл жерден шығармағанды еді, басқа жерде тұрақтамас едім деп, жеріне деген, еліне деген, отанына деген махаббатын осылай бізге жеткізді. Бұл үлкен бізге сабақ. Бұны білген ата-бабаларымыз не деді? Ит тойған жеріне, ер туған жеріне деп мағыналы нақыл сөздер қалдырып кетті. Сондықтан Алла Тағала пайғамбарымыз жұбатып, «Уалладина фарада алейкал Құр'ана ла раддука иля маадин». Расында саған Құранды міндеттеген Алла сен осы қайтар жеріңе, Меккеге қайтарады деді. Міне отанға деген махаббат, отанға деген сүйіспеншілік, отанды қорғау деген бұл дініміз өте оған аса маңызды мән беретін нәрсе. Тіпті отанды қорғау бұл үлкен сауапты іс екенін пайғамбарымыз өз хадисінде айтып кеткен. Өзінің мұбарак хадисінде кімде-кім бір күн немесе бір түн отанын шекарасын күзетсе дейді,
бір ай нәпіл ораза ұстағанмен және түні бойы намаз оқығанмен тең сауапқа ие болады дейді. Міне тағы бір осы хадистің келесі бір риуаятта жалғасында айтады: егер де сол отанын және шекараны күзетіп жан тапсырса, онда ол сол істеген амалы қияметке дейін сауабы үзілмейтін сауапқа ие болады. Және рызқы жалғасып тұрады. Және қабір азабынан аманда болады дейді. Міне ол қабір азабынан аман болудың негізі 5 түрі болса, соның ішінде осы біреуі кіреді. Рибат дейді, яғни шекараны күзету. Міне сондықтан да пайғамбарымыз осылай отанды қорғаудың сауапты екенін осылай хадистерде баяндап кетті. Тіпті тағы бір риуаятта 2 көзді тозақ оты күйдірмейді деді. Алладан шынайы қорқып жылаған көзді және отанын шекараны қорғаған көзді деп айтып кетті. Міне демек отанды қорғау не екен? Біздің борышымыз, мұсылмандық борышымыз, отандық борышымыз екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам сендер ешқашан соғысты тілемеңдер дейді. Соғысты тілемеңдер дейді. Егер дұшпанға қарсы тұрсаңдар дейді, қарсы тұрсаңдар, онда ол жерден қашпаңдар, сабыр етіңдер дейді. Яғни бұл жерде отанды қорғаудың өзін осы жерде пайғамбарымыз осы хадисінде баяндап кетіп жатыр. Жау келсе шапшыса, онда отанды қорғау біз баршамызға міндетті дейді. Міне осы хадисті, осы аяттың мағынасын түсінген ата-бабамыз міне отанды қорғап келді. Білектің күшімен де, тілмен де қорғады. Мынау орта жүз биі Қазыбек би баршамызға белгілі. Тәуке хан өзінің беделді би батырларын сонау Қоқан қонтайшысы Цеван Рабаданға жібереді. Енді ол кезде баршамыз белгілі, анау жоңғардың шапқыншылығы әбден үдей түскен уақыт қой негізі. Сонда сол Тәуке ханның би батырларының қоса Қазбек би қатарласып, ілесіп елші ретінде барады ғой. Небәрі ол кезде 14 жаста дейді. Енді ана Қоқанның қонтайшысының алдына келгеннен кейін, қылышынан қан тамған қаһарлы ханның алдында тұрғаннан кішкентай біздің би батырлар не алып қалды дейді. Жасқантақ. Сонда бұны сезген Қазыбек би татым бар тақсыр деп тіл қатты дейді. Сонда былай дейді ғой: қазақ деген мал баққан елміз. Ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, қылышын жылқының қылымен таққан елміз. Дұшпан басынбаған елміз. Басымыздан сөз асырмаған елміз. Достықты сақтай білген елміз. Дәм тұзды ақтай білген елміз. Бірақ асқақтаған хан болса, хан ордасын таптай білген елміз. Атадан ұл туса, құл болам деп тумайды. Анадан қыз туса, күң болам деп тумайды. Қызы мен ұлын жат жұртқа құл мен күң ете отыра алмайтын елміз. Сен темір болсаң, біз көмірміз, еріткелі келгенбіз. Қоқан қазақ баласын теліткелі келгенбіз. Танымайтын жат жұртқа танысқалы келгенбіз. Танысуға көнбесең, шабысқалы келгенбіз.
Сен қобылан болсаң, мен арыстанмын, алысқалы келгенбіз. Тұтқыр сары желімен жабысқалы келгенбіз. Бітім берсең, жөніңді айт, бермесең, тұрысатын жеріңді айт дейді ғой. Сонда бұл Қазыбек бидің осындай батылдығын, шешендігін көріп, әлгі Қоқан қонтайшысы, дауысың сенің қаздай екен. Ендеше сенің атың қаз дауысты кім? Қазыбек би болсын дейді. 90 біздің отандастарымыз тұтқынға түскен екен, бәрін босатып жібереді, тоналған мал мүлктің бәрін қайтарып береді міне. Біздің ата-бабамыз осы найзаның ұшымен, білектің күшімен осылай қорғады. Мынау сондықтан да ол отан үшін отқа түс күймейсің деп айтуының себебі бабаларымыз отаны бар адам құратын отауы болады деген түсінді ғой. Сондықтан найзаның ұшымен, білектің күшімен біздің осы кең байтақ даламызды осылай сақтап бізге алып келді. Осы жерімізде, кембақты елімізде ғасырлар бойы салт дәстүріміз қалыптасты, тіліміз осы, дініміз, тарихымыз осы уақытқа дейін сақталды. Отаны бар адам ғана осы құндылықтар сақталады ғой. Отанымыз болмағанда ондай сақталмас еді. Міне сондықтан да міне ата-бабаларымыз, біздің жырауларымыз, Төле би, Әйтеке би, Қазыбек би, Бұхар жыраулар барлығы елге деген өзінің сағынышын және мағыналы сөздерін осы халыққа жая білген. Осы 20 ғасырдың басында баршаңызға белгі Алаштың арыстары мысалы, Ахмет Байтұрсын, Әлихан Бөкейхан барлығы тілімен де, ісімен де отанды қорғауды бізге үлгі ретінде, сабақ ретінде көрсетіп кетті. Али радиаллаху анху арыңа біреу қиянат жасаса, оны кешір дейді. Ал отаныңа, жеріңе біреу қиянат жасаса, оны ешқашан кешірме дейді. Міне бұл жерде отанды қорғау парыз екендігін, әрі қиянат жасау үлкен күнә екендігін айтып жатыр. Себебі бір адамның сатқындығы, бір адамның қиянатынан бүкіл халық жапа шегеді. Мына сол бұл қиянаттың бірі дейді. Ол басшыға бағынбау дейді. Дініміз өзі басшыға бағынуды талап етеді. Я юхалладина аману атиуллаху ва атиур расул ва улул амр минкум дейді. Уайман келтіргендер, Аллаға, пайғамбарына бойсыныңдар. Және өздерінен шыққан басшыларға, әміршілерге бойсыныңдар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам кімде-кім маған бойсынса, Аллаға бойсынғаны. Маған қарсы шыққан, ол Аллаға қарсы шыққан. Кімде-кім менің әміршіме бойсынса, ол маған бойсынғаны. Оған қарсы шыққаны, маған қарсы шыққан дейді. Яғни бұл жерде білесіздер, қоғам болғаннан кейін ол міндетті түрде көпшілік болған жерде біреу басқару керек. Басшы болу міндетті. Басшы болған жерде оған бойсыну міндетті дейді. Кімде-кім егер бойсынудан бас тартса, және жеке бөлініп өзі кетіп қалып, сол кеткен күйі өліп кетсе, қаза тапса, онда надандық өліммен өлді дейді. Міне сондықтан да бұл қиянаттың бірі басшыға бағынбау екен. Демек, басшыға бағын ол уәжіп амал екен. Отанның іргесі берік болу үшін ішіндегі бірлік берік болу керек. Ауызбіршілік болу керек. Дініміз осыған шақырады. Ва атасиму бихаблиллах ва ла тафаррақу. Алланың дінінен бекем ұстаңдар, бөлінбеңдер дейді болды. Дініміз осыған шақырады біздің. Ал бүлік, бөліну оған қатаң тыйым салынады. Әл-фитнату әшәдду минәл қатл. Бүлік шығару ол адамды өлтіргеннен де ауыр күнәсі. Бөлінушілікке апарған жол ашқандар
Олар бізден емес дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Бүлік әл-фитнату дейді. Наиматун ла'аналлаху ман айқазаха дейді. Бүлік деген ол ұйықтап жатқан нәрсе ғой дейді. Оны оятқан адамды Алла өзі қарғысатсын дейді міне. Қазір мысалы біздің отандығымызды бірлігімізге көз тігіп жатқандар қаншама. Бір-бірімізге айдап салып жатқан жат ағымдар, топтар бар. Көзсіз оларға еру дұрыс емес. Егер Құранда айтады, бір пасық сендерге хабар алып келсе, анық-қанығына көз жеткізіңдер дейді. Болмаса білмей бір халыққа кесірлерін тиіп, соңынан өкінішке қалып қоясыңдар дейді міне. Қазір әлеуметтік желіде мысалы отанға да қатысты, отандастарға қатысты, діннің ішіндегі кейбір нелерге қатысты көптеген жалған ақпараттар таратып жатыр. Оның анық-қанығына көз жеткізбей, соған қосылып, бірге жамандап, ғайбатқа да, жалаға да тап болмауымыз керек, одан аулақ болуымыз керек. Сондықтан да мынау отанды сүйген адам бүлікке емес, бірлікке қадам басады. Отандыға деген махаббат, отаншыл адам мемлекет маған не берді демей, мен отанға не бердім, отаным жер үшін қандай пайдам тигіздім деп осылай ойлау керек. Сондықтан да мынау қолдан келгенше барынша ата-бабамыз сонау сақтап келген кен байтақты аламызға біз барынша пайдамыз тигізуіміз керек. Құранда да Алла субхану ва таала тауану алал бирри ва тақуа, яғни сендер өзара бір-бірлеріңе жақсылыққа, тақуалыққа жәрдемдесіңдер дейді. Демек отанға деген ол махаббат тек қана сезіммен шектелмейді. Оны сен тілмен, іс-әрекетімен көрсете білуің керек. Солардың ең басқасында баршамызға ол оп-оңай іс не? Отанға дұға ету. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мединеге көшкеннен кейін пайғамбарымыз дұға етті. О Раббым, Меккеге қандай берекет берген болсаң, Мединеге оған екі есесін бер деп дұға етті. Содан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы Мединеге, оның бүкіл тарасына, ішіндегі бірлігіне дұға етіп, о Раббым, Ибрахим пайғамбар, ол сенің досың, құлың, әрі пайғамбарың, ол Мекке қаласына дұға етті. Мен де сенің пайғамбарым, сенің құлыңмын. Ибрахим пайғамбар Мекке қаласына қандай дұға етсе, мен де Мединеге соны тілеймін деп дұға еткен. Міне отанымыздың, еліміздің, жерімізді Алла өзі сақтай көр деп дұға етуіміз керек. Егемендігіміз қияметке дейін осылай тәуелсіз ел болуды Алладан сұрауымыз керек міне. Одан кейін отан отбасынан басталады. Демек, отбасының өзі шағын, отан ол. Осыған мән беру керек. Өзің отбасындағы құқық иелерінің құқығын орындауың керексің. Бала-шағаң нәфақасы, әке-шешеңнің қамқорлығы, осылардың бәрін сен орындауың керек. Сонда үйің, отаның, яғни кішігірім отбасың тыныш болса, ол да бір мемлекеттің несі ғой, бір бөлігі ғой. Осыдан басталады. Әрбір отбасында құт береке болса, ол отанның берекесі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам басшы еліне, отағасы отбасына, малшы, бақташы өзінің мал мүлкіне жауапты дейді. Және осы қол астындағылардан қиямет күні сұралады дейді міне. Одан кейін отбасын реттеп болғаннан кейін туған туыстарымен қарым-қатынасын нығайту керек. Бұл да отанға деген махаббатыңның бір белгісі. Хадисте баршамызға баяндалған, білеміз, мынау
туыстық қарым қатынасын Алла Тағала өзі жаратты. Сонда Алладан ол сыйынды дейді. Сол кезде Алла Субхану ва Тағала кімде-кім туыстық қарым қатынасын нығайтса, оған мен өзімнің рахметімді түсірем деді. Кім қол үзетін болса туыстық қарым қатынастан, оған мен де қолымды үзем деді. Міне. Одан кейін отбасы, туған туыс реттеп болғаннан кейін көршіге жақсы қарым қатынас болу. Яғни хадисте не деді? Көршіге қиянат жасаған адам жәннатқа кірмейді деді. Көршінің өзінің ақысы бар. Яғни мұсылман болса, мұсылмандық ақысы. Егер де өзінің бауырың болса, мұсылмандық және туыстық ақысы. Өзге дін өкілі болса, ол көрші ақысы. Одан кейін көршіні реттеп болғаннан кейін жалпы мұсылмандарға қамқорлығың болу керек. Яғни өзіңе қандай жақсылық тілесең, өзгелерге де соны тілеу керек. Өзің нені жек көрсең, өзгелерге де соны тілеме дейді мені. Бұл мұсылманның өзара бір-біріне деген ақысы. Мысалы, кең пейіл берсін деп, біз кейде пейіліміз тарылып жатады. Бұлай іс жүзінде емес, жай пейілдің өзін кеңейту керек. Бір жігіт айтады енді, түнде жатқан кезде кейде бір ой келіп қалады дейді. Сонда өзімше ойлайым дейді, бір $1 миллион тауып алдым дегендей. Сонымен таң атқанша бөлемай қиналып кетем дейді. Анаған мынанша берейін, мынаған жеткізе алмайым дейді. Мынаған мынанша берейін, мынаған керек емес дейді. Пейілдің өзін тарылтып жатырды негізі. Берсейші бәріне $1 миллионнан. Не аласың, мысалы, тарылтып деймін да, мұсылманның негізі амалына ниеті қайырлы деп тек айтылмайды. Сондықтан ниеттің өзін бар ғой, дұрыстау керек та. Жай қарапайым, мысалы, қолынан келмесе де, мен егер де қаражатым болса, осы жерге бір жол салар едім, мектеп салар едім, медресе салар едім, мешіт салар едім деп. Жай бір жақсы ниетің болса, егер сол шынай ықыласпен жан тапсырып кетсең, қиямет жазылады сол саған. Мешіт соқты, медресе соқты деп қараңыз. Бір ғана ниеттің несі ғой. Бір кісі бір жерден өтіп бара жатып, бір жерден үйіліп тұрған құмды көреді ғой. Сонда осы құмның қиыршығындай қаражатым болса, бәріне Алла жолына жұмсар едім деп айтқан дейді. Соң қайтыс болып кетеді, бірақ істей алмайды. Бірақ шынайы ықылас үшін Алла Субхану ва Тағала соған сол қиыршығындай жақсылық жазған дейді. Бұл қайдан келді десе, мен бұны істемедім ғой десе, сен істемедің, бірақ шынайы ниетімен осыған ықылас білдірдің. Алла соған соны берді дейді. Одан кейін біз көп ұлтты елміз. Басқа өзге дін ұлттар да бар. Олармен қарым қатынасты біз жақсартуымыз керек. Толеранттылық ұстауымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кімде-кім менің жерімдегі зіммеге қарсы келетін болса, ол маған қарсы келген деп. Міне осылай үндеу салған. Одан кейін былай одан шығасың. Жанындағы жан жануар, жансыз заттың бәріне қамқорлық жасау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алла Тағала әрбір нәрсеге жақсылық жасауды бізге ұнатты дейді. Яғни мысалы жанардың өзіне қамқорлық жасау керек. Білесіздер ғой, оқиғаны. Бір мысықты қинап тозаққа түскен әйел. Ал бір итке су берем деп жәннатқа кірген ер кісі болды. Міне. Біреуі жануарға зиян берді, біреуі қамқоршы болды. Міне. Сонымен не істеді ол? Біреу жәннатқа, біреу тозаққа түсіп кетті. Міне сондықтан да мынау отаның ішіндегі осы қоршаған ортамызды, қоршаған осы адамдарды біз бір бірлікке келтіріп алсақ, онда өркендейміз біз.
Өркендейтін болсақ, бізге ең бірінші талап етілетін нәрсе білім, ғылым керек. Кез келген сала, дін, дүние саласы болса да. Себебі мынандай нәрсені дұрыс түсіне білу керек. Тек қана діни білім алған ғана сауапқа ие болады деген жоқ. Қоғамға пайдасы тиетін кез келген ғылымның өзі сауапқа ие, біліп алыңыздар. Өйткені қоғам деген нәрсе тек қана діндармен тұрмайды. Басқа не саланың адамдары, біреу нан пісіреді, біреу киім тігеді, біреу аяқ киім тігеді, біреу көлік жасайды деген бәріне қоғамға үлесін қосқан адамдар. Міне сондықтан да осы жағын біз қатты назар аударуымыз керек. Одан кейін әрбір істі тиянақты істеуіміз керек. Мынау кезінде Ұлы Отан соғысынан кейін бір топ немістің азаматтары пленге түскен дейді. Сонда оларға талап қойған дейді, 1 жылдық істейтін бір жолды оларға талап қойған 3 айда бітіресіңдер дейді. Істемесіңдер өлесіңдер деген ғой. Сонда ол немістер бас тартты дейді ғой істеуден. Неге дейді ғой енді? Неге істемейсіңдер десе, біз сондай ұлтпыз дейді да, кез келген істі сапалы істейміз біз. Ертең біздің артымыздан сөз келмеу керек. Сондықтан бұны істей алмаймыз деген ғой 3 айда. 3 айда істесек, шала-пұла кетеді дейді. Міне сондықтан да әрбір істі тиянақтауымыз керек. Одан кейін қоғамға пайдамыз тию. Пайдамызды тигізе алмасақ, зиянымызды жеткізбеуіміз керек. Мына иманның 70-тен астам бір бөлігі бар. Алғашқы ла иляха иллаллах, ең соңғысы жолда тұрған тасты біреуге зиян жеткізіп жатқан болса, оны не істеу керек? Шетке алып қою керек деген. Міне туған жерің торың, туған елің қыдырың деп айтпақшы. Міне сондықтан да отанымызға барынша пайдамызды тигізейік. Зиянымыздан, яғни жеткізуден аулақ болайық. Алла субхану ва тағала естіп білгендерімізге амал етуді Алла өзі нәсіп еткен болсын. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин. Рахметке рахмет.